Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге мен Назерке. Бүгінгі видео бізде кукинг болатын болады. Яғни бұл кукингті мен андай осылайын деп тұрмын. Мысалы сіздерде мынандай тұрып қалған нан болатын болса, или желме алған қатып қалған нан болатын болса, онда бүгін жылытпа нан жасап көреміз. Негізінде мен атын білмеймін негізі қалай жасайтынын, бірақ өзім жылытпа нан деймін. Ал ендеше камераны қарай бұрайық. Мына жерде бізде ол тамақты қалай жасайтыны бар. Так, мына жерде бізге ең алдымен нан керек болады. Мынау қатып қалған нан болсын, көгеріп қалған нан болсын керек болады. Мына жерде бізге осындай жұмыртқа керек болады. Жұмыртқа особенно біздің немізді жылытады, то есть нанды. Бізге осындай буренкино сүт керек. Любой сүт керек бізге, именно буренкино емес. Міне достар, осындай буренкино сүті керек. Сосын осындай нан, жұмыртқа керек болады. Ал достар, ендеше бізге осындай сорпа ішетін тостаққан, осындай сорпа ішетін ыдыс керек. Оған ең алдымен біз 2 жұмыртқамызды жарып аламыз, немесе одан да көп. Мен 3 жұмыртқа жарып аламын. Или 2 жұмыртқа да жарайды негізінде. Қазір ашылайын. 2 жұмыртқа немесе 3 жұмыртқа. Өзіңіздің үйіңізде неше адам бар, сол адамға байланысты саласыз. Мысалы біздің қазір үйде 4 адам бар. 4 адамға 2 жұмыртқа жарайды. Өйткені біз сүт құямыз. Осындай жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаны біз жарып аламыз. Осылай жарамыз. Ішіндегі сарысы, қарасы болсын барлығы кетіп түсіп қалуы мүмкін. Түсуі мүмкін. Үйістеміз. Осына біз араластырып аламыз. Бізге осындай шым-шым тұз керек болады. Чтобы бұның дәмін келтіреміз. Шым-шым тұз керек болды. Бізге осындай сүтімізді қоямыз. Сүтімізде мөлшермен құйып көреміз. Яғни көзбен көз. Суықпен дейді ғой. Осылай. Осылай құямыз. 2 шай. Кәдімгі сіз шай ішетін әдіспен соның мөлшеріне құясыз ғой. Қатты араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін бұл уже оның өзінің заты дайын. Міне қарасаңыздар, міне заты дайын. Енді бізге нанның ішінде көгеріп кеткен жерлер болса, суырып алып алуымыз керек. Уже бізде нандар осындай болып суланып жатыр. Уже иіс шығып басып жатыр да. Бұл нанда көп жиілмей алған нандар. Көгерген жерлер болса, алып тастаған дұрыс. Міне қараңыздар. Мысалы нанда көгерген жері жоқ. Бұны үсіп қоя береміз. Біз енді міне уже біздің мынандай тестамыз уже мынандай затымыз дайын. Уже міне көріп тұрсыздар. Нанымызды дайын. Нанымызды осындай ыдысқа салып аламыз. Ал мына жерде қазір осыны піскеннен осы жаққа саламыз. Бізде осыдан басқа таба болмағаннан кейін осыған пісірейін деп тұрық қой біз. Табамызды орнына қояйық. Үстіне май құямыз. Так, майымызды құямыз. Бізде негізі 2-ші таба бар, бірақ ода андай не тұр? Тамақ тұр. Ол тамақ қайда салатымызды білмей, үстіп мынандай табаға пісіріп көрейін деп жатыр. Мен бірінші пісіріп көрейін деп жатыр мындай табаға. Жұрттар негізі осындай табаларға жұмыртқа осындай пісіреді, бірақ мен осындай тамаққа мынау негізі блинчиктің табасы ғой, мен пісіре алмайды екенмін. Мен получается бір көруге саласыздар.
короче бізде деген мына нанымыз осылай болып әп әдемі жұмсақ болып шықты. Гренки. То есть бұл бізде короче гренки екен, оказывается.